Сәлем баршаңызға. Бүгін бұпипайдың өте пайдалы папа рецептімен бөлісетін боламын. Ендеше бастаймыз. Ең бірінші бізге ыдысымызды дайындап алдық және керекті тағамдардың барлығын құрамын төменде жазып кетеміз және көрсетіліп тұрған ыдыстарға мөлшерімен салып қойдық. Ең бірінші керегі бізге льняная мука және сахарозаменитель, ванилин және лимон мен соданың екеуін бір-бірімен араластырамыз. Жұмыртқамызды жарып аламыз ең бірінші. Жұмыртқамыздың үстіне қант алмастырғышты саламыз. Және оның үстіне ванилинді саламыз. Жақсылап миксерлеп аламыз 2-3 минуттай. Енді жұмыртқалы массамызды бір шетіне қойып, ұнымызды араластырып дайындап аламыз. Бірінші овсяной мука саламыз. Үстіне льняная мука. Азғантай 30 граммдай салдым. Және какао порошогымызды саламыз. Үшеуін біркелкі етіп араластырамыз. Енді жұмыртқалы массамызға бірінші майымызды саламыз. Сосын қаймағымызды салып, лопатканың көмегімен араластырамыз. Содамыздың үстіне лимон шырынын құйып, көпіршітіп аламыз. Сосын массамызға үстіне саламыз. Жұмыртқалы массамызға құрғақ ингредиенттерді жайлап сала отыра миксерлейміз. Міне біздің тортымыздың қамыры дайын болды. Енді ыдысымызға саламыз. Мен жайып салам. Енді пешке 160 градуста 20 минутқа жібереміз. Тортымыздың қамыры пісіп болғанша біз кремін дайындаймыз. Оған сливки, маскарпоне 4 қасықтай саламын. Қаймақ 20%. Ең соңында қант алмастырғышты өздеріңіздің қалауыңызша салатын боласыздар. Енді жақсылап миксерлейміз қоюланғанша. Креміміз дайын болды. Енді оны холодильникке жібереміз. Міне біздің қамырымыз пісті. Енді оны 2-3 минуттай суытып аламыз.
қамырды 4 бөлікке бөліп, бірін-бірінің үстіне крем жағып орналастыратын болады. Тортымызды орналастыратын боламыз ыдысымызға. Тортымызды орналастырып болдық. Енді ең соңында мен үйде клубникамен қатырылған сонымен әсемдейтін боламын. Өте пайдалы бупи пай тортымыз дайын. Барлығыңызға ас болсын.